Дәуітке тиіспе. Дәуіт пайғамбардың тұсында Ғайдуна деген қаланы ордалы жылан басады. Олардың көптігі сондай күрек басындай жерге 10 жылан сияды екен. Қарсы келген адамға атылып бет қаратпапты. Күресуге дәрмені қалмаған патша ауыл ақсақалдарын жинап кеңеседі. Қариялардың бірі: Дәуіт пайғамбардан көмек сұрайық. Тәңірі тағалаға тілегімізді жеткізіп, мына бәледен құтқарсын дейді. Оның сөзін бәрі қоштай кетеді. Сөйтіп, Дәуіт пайғамбарға хабаршы жібереді. Дәуіт пайғамбар Мақпар тауында ұста екен. Хабаршы ел тілегін айтып көмек сұрайды. Дәуіт кеудесінен бір түйме үзіп алады. Оны төске қойып балғамен 3 рет ұрады. Сол сәтте түймесі жәндікке айналып кетеді. Оны хабаршыға беріп тұрып, қалаға кіргенде алақаныңды аш. Қалған шаруаны өзі бітіреді дейді. Халқы Дәуітті күтіп отырады. Хабаршыны көріп, Дәуіт қайда деп сұрайды. Жігіт жәндікті көрсетіп, міне дейді. Сол кезде жәндік секіріп түсіп, жыландармен айқасқа түседі. Қылыш қолмен жыланның көзін ойып, бәрін қаладан қуып шығады. Ерлігіне риза болған ел оны Дәуіттің жәндігі деп атап кетеді. Оған қасиетті киелі деп құрмет көрсетеді. Үйге Дәуіт келсе, пәле жала есіктен кетеді, құт төбеден келеді дейді. Дәуіт бар жерде жылан жүрмейді. Дәуітті жер тәуір жер. Дәуітке көзінен айырылар жылан кездеседі. Дәуітті тәу еткен құр қалмас деген тәмсіл сөздер осыдан қалыпты деседі.